Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар? Бүгін қазақ тіл сабағы 2-ші сынып 3-ші сабақ тақырыбы дастархан ажары бауырсақ. 38-ші, 39-ші беттер. Здравствуйте, ребята! Сегодня урок казахского языка, 2 класс, 3 урок, тема урока украшение дастархана – это бауырсақ. 38-39 страница. Ақпанның 14-і тақырыбы дастархан ажары бауырсақ. Сен сурет бойынша ертегіні түсініп оқуды, ертегі бойынша сахналық көріністі рөлге бөліп ойнауды үйренесің. Ребята, сегодня 14 февраля, тема урока украшение дастархана – это бауырсақ. Сегодня ты научишься читать сказки по рисункам и научишься, как нужно играть сценарий по реалиям. Сөздік жұмысы, словарная работа. Қамыр, тесто. Пісіру, сварить. Домалау, перекатиться. Кездесті, встретились. Бірінші тапсырма. Тыңда, сұраққа жауап бер. Первое тапсырма. Слушай и ответь на вопросы. Астың үлкені нан мен бауырсақ. Самое дорогое еда – это хлеб и бауырсақ. Бауырсақ ұннан жасалады. Бауырсаки делают из муки. Сүт пен май қосып, қамыр илейді. Смешивает молоко с маслом и делает тесто. Дөңгелетіп кесіп, ыстық майға пісіреді. Режет круглым и печет на сливочное масло. Бауырсақ дастарханның сәні. Бауырсақ – это украшение дастархана. Сұрақ: бауырсақ қалай жасалады? Вопрос: как делается бауырсақ? Біліп ал, запоминайте. Қайдан, кімнен, откуда, от кого. Қонақтан келдім. Пришел из гости. Әжемнен келдім. Пришел из бабушки. Екінші тапсырма: өлеңді жаттап ал. Вторая тапсырма: учите стихотворение. Бауырсақ. Апам менің пісірген қызыл күрең бауырсақ. Шықпай қояр түсіңнен, біраз жемей сағынсаң. Сұрақ: апасы қандай бауырсақ пісірді? Бауырсақ. Бабушка спекла мне красный бауырсақ. Даже во сне снится, если долго не ешь его. Вопрос: бабушка спекла какой бауырсақ?
Үшінші тапсырма ертегіні түсініп оқыңдар. Третье тапсырма читайте сказки и понять содержание. Бауырсақ ертегісі. Сказка бауырсақ. Әже бауырсақ пісіріп, терезенің алдына қойды. Бабушка спекла бауырсақ и положила возле подоконника. Бауырсақ домалап қашып кетті. Вдруг бауырсақ перекатился и убежал. Жолда қоянға кездесті. По дороге он встретился с зайчиком. Жолда қасқырға кездесті. По дороге встретился с волком. Жолда аюға кездесті. По дороге встретился с медведем. Жолда түлкіге кездесті. По дороге встретился с лисой. Осымен сабағымыз аяқталды. Назарларыңызға рахмет. Сау болыңыздар. На этом сегодняшний урок подошел к концу. Спасибо за внимание. До свидания. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Подпишитесь на мой канал, ставьте лайк и не забудьте оставить комментарий. Сау болыңыздар.